Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен тағы жолға шықтым. Осы жолы еліміздің маңызды тарихи нысаны Тамғалы тас деген тарихи орынға жолға шығып барамын. Ол жер Алматы қаласынан солтүстікке қарай 120 шақырым қашықтықта Іле өзенінің бойында орналасқан. Мен қазір Қапшағайдан өтіп бара жатырмын. Алматыдан Тамғалы тасқа жету үшін Алматы-Өскемен тас жолымен Қапшағайдың Майы бекетіне дейін барамыз. Бекеттен көзделген жерге дейін 30 шақырым. Майы бекетінен кейін Қапшағай көпірінен өтіп, развязкамен солға Бақанас жаққа қарай кетеміз. Осы жолмен тіке 19 километр жүргесін оң жақтан Кербұлақ кафесін көреміз. Сол жерден солға бұрыламыз. Шіркін-ай. Жол жүргеннің рахаты осы ғой, міне осы. Бір нәрсен көрге барасың да, алдыңнан осындай әдемілік шыға келеді. Красота. Мына жақ жолдардан байқау керек екен, топыраққа машиналар батып жатыр екен. Топырақ жолмен 8,5 шақырым жүргесін Іле өзенінің бойымен солға кетеміз. Шамамен 10 шақырымнан соң Тибет стилінде қақпа көресіз. Тамғалы тас осы жерде. Біздің шопырымыз бірденсе айтқысы келіп отыр осы жерде. Мені жазып ал, әйтпесе оппозиция өтіп кетем дейді. Şimdi Алматы қаласынан шыққанда, анау Кербұлақ деген кафе болады. Бақанастың жолына түскен кезде. Содан былай қарай жер жолмен жүресің де, кәдімгі жер жолмен. Содан жер жолмен бір 11 шақырымдай жол жүресіз. Сосын таудың ішіне кіресіз Іленің бойына қарай. Сол жаңағы тас жолдан бұрылғаннан бастап ешқандай белгі жоқ қой. Тамғалы тасқа бара жатсыз деген бір белгі таппайсыз. Міне жол ана төбенің басына шығады. Аха, төбенің басына. Жақ альпинистер ғой бізде көбінесе. Мынау жақ альпинистер жүретін жақ. Тасқа өрмелейді, бүйтеді, сөйтеді. Мына жер неге көлге түсесіз? Иә, түсуге барады. Аха, мына жерде пирс бар. Міне ана тұста. Ақтаймен жаңағы етілгеш. Сөргі бар түсіңіздер болады. Адамдар жалпы көп келе ма? Жаз уақытында не істейді ғой, или қыста да істей бере ма? Жаз уақытында істейді, қазір анау жол мәселесімен қазір онша адамдар жоқ сол. Жол автобуспен келетін ғой бұяққа. Қазір анау жол жаңа көрдіңіз ғой, түскен жолыңыз. Сол үшін қазір кішкене қиындау болып тұр енді. Ол жолды жалпы жасай ма? Жасайды. Қашан Осы жақында жасаймыз деп жатыр енді. Обл туризм дейді ғой. Сол жаққа хаттама жазып сөйтіп айтып бірдеме істеп жасатамыз деп жатыр ғой. Сондай автобустар келетін бұяққа, мынаны бәрі толып тұратын. Бұрын болды ма не жол? Болған жоқ қой. Болды. Болды ма? Мынау жаңбыр шайып тастады ғой жол. Бетін сел сияқты жүрді, бетін акасы біздің бұрын жасалған екен ғой. Тастар бірдеме төсеп, соның бәрін ағызып жүрді, сол қайта астына құмы шығып, сол қайтадан құмы басып жатыр енді. Кіргізетін жерінен өттік. Ересек адамдарға 500 теңге, балаларға 100 теңгеден екен. Біз бір 1,5 теңге төлеп кірдік осы жерге. Мына жерде күннен энергия алатын сияқты. Білесіздер ме, осындай тарихи жерлерді аралау, ол барлық адамға керек деп есептеймін, себебі бұндай жерлерді бұндай жерлердің өзінің бір аурасы болады, тарихи аура да, бір өткеніңнен сыр шертетін сияқты бір
адам өзін өзі тану үшін алдымен өткеніне үңілу керек дейді ғой. Осындай жібек жолының бойындағы осындай тамаша мекенде, тамаша табиғат аясында мәдениеттердің тоғысуы, діндердің тоғысуы орынды деп есептеймін. Бұл жерде тасқа қашалған жазулар, петроглифтер, аң-құстардың бейнесі және буддалар мен бұрхандардың суреттерін көруге болады. Олардың саны бұл жерде 1000-ға жуық. Мұндағы будда мүсіндерін миссионерлер біздің заманымызға дейінгі 10 ғасырда салған деген, және 17 ғасырда жоңғарлар салған деген екі болжам бар. Будда мүсінін біреу тапаншамен атқан дегенде сыбыс бар. Өкініштісі бұл жерге варварлық жасап кететіндер баршылық екен. Тарихта аттарын қалдырғысы келген шығар. Мақсаттары айқын емес. Жаңа заман туындыларын түсірмеске болмайды. Су бараш. Хорошо. Мына жерде көшпенділер қалашы тұр міне. Тамғалы тасқа жап-жақын. Ленің арғы бетінде. Ленің арғы бетінде. Айтпақшы, фильм демекші осы жерде атақты Қыз жібек киносының эпизодтары түсірілген. Қазір жартастармен келе жатырмын. Өте андай жүргеннің өзі өте қызықты. Негізі жүріп өткен таңбаларды қарау. Түсеміз қазір. Опа. Менің аяқ киім ыңғайлы ма десем, мүлдем ыңғайсыз аяқ киім болып шықты. Мына жартастардың биіктігі 60 метрге дейін жетеді. Жалпы бұл жердегі жартастар, домалақ тастар сонау мұз дәуірінен бері келе жатыр. Өкінішке қарай мына жерде міне альпинистер бұл жерге келіп шығады екен. Мына тастарды тесіп жүретін жол жасап қойған. Не шығатын. Егер де бұл тастар құласа, бұны қиратады. Бұл тарихи орын. Бұл да бір білдірудің бір жолы сияқты. Мына жартастарға мынандай крючок ілудің, бүйтіп былайынан тесіп, бұны білдірудің менің ойымша ешқандай қажеттілігі жоқ. Меніңше сан ғасырлық мұндай тарихи орынға қолдың ұшын да тигізуге болмайды. Ал маңайдағы шашылған қоқыстар туралы айтудың өзі қиын. Ақыры бұл жер мемлекеттің қорғауында екен, ендеше неге талапты күшейтпейді, түсінбеймін.
Жалпы Тамғалы тас өте әдемі ерекше жерде орналасқан. Асу жолдар, тауларды жағалай аққан Іле өзені бұл мекенге ерекше көрік береді. Шатыр тігіп демалыс үшін де таптырмас орын. Бір жатқан қыз сияқты, е? Аяғын көтеріп жатыр. Біз үйге қайтып бара жатырмыз. Қайтатын жолды таба алмай адасып жүрміз. Келген кезде де дәл солай Тамғалы тасқа баратын жол таппай бір жерде айналып жүріп қалған едік. Өкінішке қарай бұл жерде интернет ұстамайды картадан қарай салғанға. Содан кейін ойдаймыз. Жол нашар. Біздің машинамыз бұл жердің жолына онша жарамайды екен. Крутая. Содан кейін Менің машинам жарымыз түсіп қалды. ешқандай указатель жоқ. Былай жүресің деп. Сәлем жолдар осында. Сондықтан біраз адасып келеміз енді. Настроениеміз бұзылған жоқ. Зато пробка. Аттракцион, зато жоқ дейсіз. Зато пробка жоқ. Құрметті көрермен, менің арнамды тамашалағаныңызға алғысым шексіз. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.